осы жұмысқа атсалысып жүрген азаматтарға, әсіресе жастарға ризашылығымды білдіремін. Тазалық мәдениетін қоғамда терең орнықтыру өте маңызды міндет. Осы бағытта үкімет экологиялық ағарту ісінің бірыңғай үлгісін енгізуге тиіс. Бұл жұмыс мектептен бастап жоғары оқу орындарына дейін барлық деңгейдегі білім мекемелерін қамту қажет. Ассалаумағалейкум, көзі қарақты көрермен, Республикалық әділет телеарнасында Таза лайық бағдарламасы. Ең алғашқы хабарымызды біз Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылдық округіне жалғастыратын боламыз. Яғни ауызбіршілігі жарасқан ауылдың бүгінгі таңда Таза Қазақстан экологиялық акциясы қай деңгейде жүргізіліп жатыр, осы жөнінде айтатын боламыз. Ал дәл қазір менің қасында осы ауыл округтың әкімінің орынбасары тұр, ендеше өзімен жақынырақ танысып алайық. Ассалаумағалейкум. Мен Түркістан облысы Шардара ауданы Көксу ауылдық округінің әкімінің орынбасары Атайым Нұрлы Төреханұлы болады. Қазір мына округ бойынша 8256 адам халық тұрады. Қазір бұл Көксу ауылдық округі 4 елді мекенді құрайды. Көксу ауылы, Баспанды елді мекені, Жолашырай елді мекені және Айдар Қашар елді мекені құралады. Жалпылама енді бүгінгі таңда мына өзіңізге белгілі еліміз бойынша Таза Қазақстан экологиялық акциясы жүріп жатыр. Оған өзгерістер енгізілді. Ел аумақты мынау арық атыздарды көгалдандыру, абаттандыру, көшеттер отырғызу бағытындағы ауқымды жұмыстар жер-жерде жүргізіліп жатыр. Ал сіздің ауылда бұл бағыттағы жұмыстар қалай атқарылуда? Дұрыс айтасыз. Бұл өзінің еліміздің президенті бастамасымен көтерген Таза Қазақстан экология акциясы 2 жылдан бері өз жұмысын жалғастыруда. Біздің бұл Көксу ауылдық округіне қарасты Таза Қазақстан экология акциясы барысында 24 мәрте сенбіліктер болып өтті. Оған ауыл тұрғындары, волонтерлар және ауыл жастары мен бюджет мекемелері қызметкерлері қатысуымен 24 сенбілік өткізілді. Қазірдің барлық әлеуметтік нысандардың айналасын бәрі шөбілдер шабылып, барлық тазалық жұмыстар жүреді. Одан басқа қазір таңда біз таза аула байқауын өткізу жоспарлануда. Оның байқаудың мақсаты ауланың бәрі тазалығы және мынау орта табиғатқа өз сүйіспеншілігін білдіру турасында сондай жұмыстар атқару. Қазіргі таңда барлық ауыл тұрғындарына үйме жүріп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ол таза аула байқауының нәтижесі осы жылдың соңында шығып, ол байқауының нәтижесі бойынша жаңа ең таза тұрғындарға бағалы сыйлықтарымыз беру жоспарлануда. Ендеше аға, сұхбатымызды осы мынау әлеуметтік нысандарды, мынау көшелердің абаттандыру, көріктендіруін бірге көріп шығатын болсақ, ең алғашқы баратын қай нысан қазір өзіңіз таныстыратын? Мен қазір ең бірінші басылатын нысаны биыл ғана қолданысқа берілген мәдени орталығына барсақ. Соның дәлел ретінде тағы да барлық нысандарға араласып көрейік. Ендеше кеттік, жүріңіз. Қымбатты көрермендер, өздеріңізге уәде еткендей, дәл қазір біз алғашқы нысанымызға келіп отырмыз. Яғни бұл жердегі көгалдандыру, абаттандыру жұмыстарымен танысуға, Жаңа сөзім дәлел есебінде мына қазір мәдени орталығына келіп отырық. Бұл мәдени орталығымыз ағымдағы жылы ақпан айында қолданысқа берілді. Бұл мәдени орталығымыз 2024 жылы өңір басшысы сол кездегі Дархан Сатыбалдың бастауыменен үлгілі ауыл номинациясында жүлделі бірінші орын жеңіп алғанбыз. Шарттың байқауы бойынша шарт нәтижесінде біз осы облыстық бюджет есебінен осы мәдени орталық қолданысқа берілді. Мына көріп отқанда қазір бұның айналасы мәдени орталық болғанда адамдардың, жастардың рухани азық беретін жері болғанда мына көріктерін абаттандыру өздеріне көргенде жұмыстар жүргізілуде. Қазір таңда жұмыстар жүргізіп, келешегінде бұл жерде ауқымын кеңейту жұмыстарын жүргізіледі келешекте де. Яғни келген азаматтарға мынау саялы жерде демалып, толыққанды мәдени рухани азық алу толық қарастырылады дейсіз ғой? Қолайлы орта туғызамыз. Енді жалпылама бұдан кейін қандай нысандарды көреміз? Қай жерде тағы да осындай көгалдандыру, абаттандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр? Мынау көшеттер отырғызу мәселесі бар. Мынау келген қонақтарға да ауылды көрсеткен уақытта міне деп көрсететін орталар өте көп шығар, Келесі нысанымыз қандай?
ондай нысандарымыз бар. Қазір мәдениет үйіне барып, сол жерде жұмыстармен танысамыз қазір. Қымбатты көрермендер, арнадан ажырамаңыздар, біз хабарымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Осы ауылда тұрғанымызға 45 жыл болды ғой, одан да көп болып кетті. Осы негізі ауылымыз өте жақсы ауыл еді. Осындай тірліктерде істелінген, 50 жыл совхозы болған, бұл Көксу екеуі қосылып бір округ болды. Оған дейін 50 жыл совхоз, күріш совхозы болып, қандай қызметтер істеліп, ол Көксуда мал совхозы болды. Кейіннен округ болғаннан кейін екеуі бір округ болып, осында ауылымыздың тазалығына келетін болсақ, өте ақырғы кездерде таза Қазақстан деген бағдарлама өте жақсы болды біздерге. Көшелеріміздің бәрі істелініп, қазір көшенің ешқандай қатерсіз жүре беруге болады. Ал тазалығына келсек, өзі әкімшіліктің жанында осындай тазалыққа қарайтын рабочылар бар, басқалар бар. Өте таза ұстап жатырмыз, тәртібі жақсы. Енді әкімшілікке келетін болса, әкімшілігіміздің өзі де сырты былтыр ремонтталып бітті былтыр. Өте жақсы, ішінің бәрі таза, жақсы қызмет істеп жатыр. Әкімде, зам әкімдері де, осы жерде отырған барлық қызметкерлерге рахмет. Әйтеуір келсеңіз, күліп қарсы алып, тірлігін бітіріп жіберіп жатады. Ал басқа айтатын не бар? Айта берсек көп қой. Бұл негізі жақсылықты айтсаң көбейтіп жатады ғой. Ал енді бәрі бірде түзеліп кету, барлығы жақсы болып кету мүмкін емес. Көш жүре төзілетіп жатады. Мінекей ауылымызды ешқандай жаманға қимаймыз біз. Bu yerде тұрғанымыз, халқымыз да жақсы адамдар. Әйтеуір өз тірліктерімен тірліктерін істеп, шаруасын, малын бағып жатырмыз ғой. Тек қана осы тірліктерімізге Алла жақсылығын берсін. Ауданымыздың әкімінде жақсы қызмет істеп жатыр. Міне қазір биылдың өзінде, осы Көксудың өзінде мынерде парк ашылды. 50 жылдық дейміз Көксу бір қазірге. Ол жерге де осындай парк ашылып, адамдарды бұлай концерт қоятын барлығы нәрсесі қойылып бітіп жатыр. Тағы да әр наурызда үй тігіледі. Халықпен араласып, халықтар күліп ойнап жүріп жатыр. Бұл жастарға қызмет деп, мына қазір екі жерде де мәдениет үйіміз бар. Сол жерде үйірмелер болып тұрады. Мына екі жағында да күрес, бокс, шахмат, шашки деген. Ал енді өзіміз сол мектепке де барып, жастармен кездесіп тұрамыз. Әртүрлі вопростармен, әртүрлі сұрақтармен. Сол кезде осы бұрынғы өткенді, қазіргі өткендерді айтып түсіндіріп атамыз. Балдарда бұрынғы өткендерді айтсақ, оларға бір ертегі сияқты болып көрінеді. Ал қазіргі балдар өте бақытты балдар. Себебі барлығы өздерінің алдында не көрем, не білем десе қолдарында тұр ғой енді. Балдарымыз жақсы. Қазіргі таңда 90 жылдық тарихы бар біздің Көксу. Өз берекелі жер, тарихы терең, халқы бір жайлары жайлы, еңбекқор халық, малмен, егін шаруашылығымен күнелтіп тірліктерін түзеп жатқан халық. Ауылымыз жайлы не айтуға болады? Біздің ауыл енді бір берекелі ауыл, ағалап алдымыз кеспейтін інілеріміз бар, Құдайға шүкір. Елдің көркеюі көштен қалмай дамып келе жатқаны көзге тайға таңба басқандай көрініп тұр. Құда қаласа осы егемен еліміздің еңсесі биік болып, осы ел жұрт болып, бақытқа бірге жетеміз деп білек сыбанып, тірлік етіп жатқан халықты көріп қуанамыз. Келешекте талай жетістіктерге Көксу жетеді деп нық сеніммен айта аламын. Ауылдың біршілігі, ынтымағы өте жоғары деңгейде. Ақсақалдарымыз бар, осы елге қызмет қылып жатқан, бұрында қызмет қылған, елдің іргетасын қалаған аталарымыз бар. Солардың ізімен, жолымен келе жатырық. Кейінгі жастарда жаман емес.
еңбекқор, өз тірліктерін тиянақты атқарып, елге еңбек етіп жатыр. Сол Көксу ауылымыз көркейіп жатыр, суымыз бар, газымыз бар, коммунальный жағдай өте жоғары деңгейде қызмет қылып жатыр қазір халыққа. Тазалық жөнінде жүйеге қойылды. Мәдениет ошақтары, мәдениет үйлері бар, халыққа, жастарға қызмет қылатын үйірмелеріміз бар. Құдайға шүкір, тіршілігіміз жаман емес. Осы Құда қаласа әділетті Қазақстан әділетті жолын таңдады деп айта аламын. Құда қаласа осы жолмен талай жетістіктерге жетеміз. Міне ендеше бүгін тазалық жұмыстарын көріп көзіміз жетті. Мынау күн түн демей, мынау қызметкерлер ауылдың тазалығына аса мән беріп, өздеріңіздің басшылықтарыңызбен жұмыс жүйелі түрде жүріп жатыр екен. Жалпылама бұл бағытпен тоқтап қалмайтын шығарсыздар енді. Әрине бұл таза Қазақстан экологиялық бағытымен шектелмейді. Алдағы уақытта да бұл өз жұмысын жалғасын таба береді. Мынау енді бүгін келіп сіздер мынау ауылдың тыныс-тіршілігімен бұлмен шектелмейді. Келешегінде бұл жұмысына жалғасын тауып, сіздерге де мынау әділет телеарнасының ұжымына және басшыларына рахметімізді айтамыз ауыл тұрғындары атынан. Рахмет, яғни осы Көксу ауылы мынау Қазақстанның үлгілі ауылдар қатарына қосыла берсін деген тілек айтқым келеді. Жұмыстарыңызға сәттілік. Қымбатты көрермендер, осымен тазалайық хабары тәмам, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Әділет телеарнасы әр шаңырақтың төрінде қосылу болсын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.